Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Кеше таңертең біз орнымыздан тұрып жаттық. Енді ғана оянып жаттық қой. Сол кезде Арлан, менің ұлым, сол ұйқылы ояу көзін аша салды да, менен сұрайды: "Мама, біз миллионер болдық па?" деп. Сонымен мен: "Біз миллионерміз" дедім да, орнымнан тұрып, таңғы дайындап, соны таңғы ішіп алды да мектептеріне кетті. Кешкі жақын оқудан әкеле жатып сұраймын ғой: "Балам, сен таңертең тұра сап, көзіңді аша сап солай айттың ғой. Не болды?" деп едім. "Түс көріппін" дейді. Түсімде әкем бір билет суырыпты екен, миллион ақша шығыпты. Содан кейін сенен сұрап жатыр екем: "Мама, біз миллионер болдық па?" деп. Сонда сен: "Біз миллионерміз" деген кезде қатты қуанып кеттім. Рас екен деп сөйтіп ойладым деп сөйтеді. Содан кейін күлдім ғой: "Балам, біз өзде миллионерміз ғой. Екеуің менің миллион ақшамсыңдар. Сендердің дендеріңнің сау болып, аман есен үстіп, мектептеріңе барып оқып, көңілді жүріп, барлығымыздың таңертең тұрып, өз жұмысымызға, үйренуімізге кетіп, сол бір алдымызға қойған нысанаға қарай жетуге тырысып жатуымыздың өзі үлкен байлық, бақыт. Кешке үйге аман есен оралып жатуымыздың ең алдымен амандық болса, ақша табылады, байлық деген сол. Көңілді жүруіміз деп сөйтіп айтам ғой. Сөйтсем: "Білем, мама, бірақ мен ақша жағынан бай болғым келеді, мен рас миллионер болғым келеді" деп сөйтеді. "Ой, сен боласың. Әзірдің өзінде де сен миллионерсің. Солай ойласаң болды. Әке шешең жаныңда, бәріміз біргеміз. Күнделік осылай бір нысанамыз үшін құлшынып жатырмыз. Осының өзі бақыт, байлық." Содан кейін айтам ғой: "Кейін егер миллионер болсаң, балам, расында да, сол ақшаның бәрін өзіңе істетудің қажеті жоқ. Мысалы, сау денелі адам ақша табады ғой, табатын қабілеті бар, жұмыс істейді, қандай жұмыс істесе де ақша табады. Ал енді көп деген кемтар, мысалы балалар, осындай ақшаны көп табуға шамасы келмейтін адамдар көп. Сондай адамдарға көмектесу керек. Бай болсаң, сондай жұмыстарды істесең деп ойлаймын" деп сөйтем. Сөйтсем: "Жарайды, мама" деп сөйтеді. Осы бір істі сіздермен бөлісу арқылы, осы бір кезде бір кітаптан оқыған бір мазмұнымды сіздерге айтқым келіп отыр. Осы балаларда әдетте осы 9 жас кездерінен бастап ақшаға деген құн көзқарастары ақырын пайда бола бастайды. Бай болғысы келеді, заттардың бағасын біле бастайды. Дәл осы кезден ұтымды пайдаланып, балаларға ең алдымен ақшаны танытып, қанша ақшаға қандай нәрсе келетінін айтып түсіндіре бастау керек. Мәселен, біз кей кездерде балаларды апарып ойнатамыз, сонда картамызды былай шуалғыла саламыз. Бала өз бекер ойнап жатқан секілді сезіледі оған. Сол кездерде айту керек: мысалы, осы картаның ішінде ақша бар. Сен осы ақшамен ойнап жатырсың. Бұл ақшаны мен еңбектеніп, маған құйылған еңбек ақы. Бір бөлігін сенің ойнауыңа істетемін. Бір бөлігін біз үйде тамақ алуға істетеміз. Енді бір бөлігін кітап алып көреміз, үйренуге істетеміз деген секілді. Балаға соны айта бастау керек, білдірте бастау керек. Тек қана ақшаны үнемдей беру, істетпей қою емес, қалай істетуді де үйрету керек. Сол кітапта айтыпты, мысалы, ақшаны 3-ке бөлу керек деп. Бір бөлігін сақтап қою керек. Өйткені мүмкін кейін бір қиналып қаласың, сол кездерде істетесің. Енді бір қаржыға қосу керек. Мысалы, ақша тудырады, соған миыңды істетіп, сондай жұмыстарды істеу керек бір бөлігіне. Енді бір бөлігін, мысалы, қанша ақша тапсаң да, сол сендей ақша таба алмай жатқандар бар. Денсаулығы келмейтіндер, мысалы. Сондай адамдарға көмектесу керек. Кейбір қиналып жүрген балаларға, қаншама балалар бар, мысалы. Сол кітапта айтыпты да, мысалы, сен тамақ ішесің. Сол кезде сен асып қалып, сен төгіп жатқан тамақты, төгіп жатқан кезіңде ойлан депті. Осы сенен асып жатқан ақша депті. Мәселен, ақшаны өзіңмен бірге әкете алмайсың ғой. Сол үшін ақшаны жия берудің де қажеті жоқ. Жеткілікті ғана болса болды. Сол асып жатқан ақшамды сол қиналып жатқан адамдарға берейінші деп ойлауың керек дейді. Сол расында да сондай. Енді сол ойларымды сіздермен бөліскім келді. Қабыл алыңыздар.